конфессиялық мәселелерді зерттеу және оны талдау орталығының директорымын. Бірақ енді дін мәселесі қозғалғаннан кейін мен енді сұрағымды басқа мәселеге аударғым келіп отырмын. Және бес мәселені бір-бірімен байланыстыруға тырысайын. Өзі Теміртау деген ол ерекше қала. Ерекше қала деген себебім осы тәуелсіздік алғаннан бері облысымызға шамамен 80 мың қандас келген болса, соның 60 мыңы біздің қалада деп айтуға болады. Сондықтан ол жерде қазір мәдениеттердің әртүрлі мәдениеттердің түйіскен жері. Сондықтан осы соңғы кезде 190 мыңдай қаланың кеңес өкіметінде 3% ғана қазақтар болған болса, тәуелсіздік алғаннан кейін айналасында аудандардан, көрші ауылдардан көшіп келген бауырларымыздың арқасында 11%-ға жеткен болса, қазір Өзбекстан, Монғолиядан басым көпшілігі көшіп келген қандастардың арқасында 43%-дай қазақи қалаға айналғанын біреу білсе, біреу білмейді. Сондықтан жаңа тіл мәселесіне келгеннен кейін бізде осы қандастар мәселесінде көтергіміз келіп отыр. Ішкі саясатта соңғы 10 жылда осы қандастар мәселесіне арнайы ешқандай бағдарламаның болмағандығы, идеологияның ақсап тұрғандығы, мен енді ақша бер деп сұрамаймын, бірақ қандастардың тезірек осы қоғамға сіңіп кетуіне бейімделетіндей арнайы бір бағдарламалар ішкі саясатынан жасалса. Өйткені біздің Теміртауда әсіре шовинистер мен әсіре ұлтшылдарда бас көтеріп келе жатқан қала екенін арнайы атап айтқым келеді. Соңғы осы 2 жылдықта осы 174-ші статьямен ұлтаралық араздық туғызу туралы мәселелерде осы көбіне осы Теміртау қаласында көтерілді. Сондықтан оның қазір алдын алу керек. Бұл бірінші, яғни қандастар мәселесіне көңіл бөлінсе. Екінші, халықтың саны өскеннен кейін ауруханада да мәселелер болып жатыр. Біз енді Астана мен Қарағандының ортасында қала болғаннан кейін Астана мен Қарағанды қалаларында жекеменшік ауруханалардың көптеп салынуына байланысты біздің ауруханада мамандардың көптеп тұрақтап тұрмауы. Білікті мамандар айлығы көп төленетін жекеменшік ауруханаларға кетеді. Біздің қаламызда қазір өте өзекті мәселе болып тұрғаны медицина мамандарының тапшы болуы. Мысалы, менің өзім баламның бір белінде ауруы болып, соның еміне массаж жасату керек болып, кезегімді 7 ай күттім. Келесі мәселе. Теміртаудағы жер мәселесі. Теміртауда шамамен 296 километр квадрат жер бар. Түсінікті тілмен айтатын болсам, 29600 гектар. Оның 13 мыңы зауытқа тиесілі болса, қалғаны Самарқанд су қоймасына тиесілі болса, қаланың еншісіне тиіп отырған жер өте аз. Сондықтан біз мұсылмандардың мүрдесін жерлейтін жердің өзін Бұқар Жыраудан әрең 8 жылда сұрап алған қаламыз. Қазір енді халықтың өсуі көп болғандықтан енді бір 20 жылда ол жерімізде толатын сияқты. Тіпті біздің Теміртау город металлургов деп орысша жазып қойған жазуымыздың өзі Бұқар Жырау жерінде тұр. Ал Бұқар Жырау ауданының Теміртаудың айналасындағы жерінің барлығы жеке кәсіпкерлерге сатылып кеткен. Тіпті біздің халық көп болғаннан кейін шығаратын қоқысымыздың өзі Бұқар Жырау ауданының жерінде орналасқан полигонға апарып тастауға мәжбүрміз. Сондықтан мүмкіндік болса Бұқар Жырау ауданымен келісе отырып Теміртаудың басшыларының аз да болса бір жер алуына бір себепкер болсаңыздар. Өйткені жер мәселесі өте өзекті болып тұр. Бұл үшінші мәселе. Төртінші мәселе. Димитров деген көшемізді шулап жүріп Абай атындағы көше қылып ауыстырдық. Бұл біздің жеңісіміз. Бұл тәуелсіздігіміз жеңісі. Енді сол Абай көшесінде Абай ескерткішін қойғымыз келеді. Ақсақалдар алқасы қолдап отыр, қоғамдық кеңес қолдап отыр, мәслихат депутаттары қолдап отыр. Бірақ өкінішке орай облыс тарапынан комиссия келіп, шілде айында келіп бір шешімін айту керек еді, бірақ комиссия келген жоқ. Сондықтан келесі жылдан қалдырмай Абай ескерткішінің мәселесін көтеретін облысқа комиссияны жіберсеңіздер. Төртінші мәселе, 43 мәселе, 43 мыңдай жаңа 43%-дай қазақы болды деді, бірақ ақпарат қазақ тілінде өте ақсап. Мысалы, жергілікті көбіне орыс тілінде ақпарат тарататын ТТК телеарнамызда жыл сайын мемлекеттік бюджеттен 20 миллиондай қаражат бөлініп отырды, ал жалғыз ақпарат тарататын Теміртау тынысына 1 миллион 400 мың ғана әрең дегенде бөлінді былтыр. Оған дейін мүлдем бір тиын да бөлінбеген. Сондықтан біз енді осы жастардың пікірін тыңдап, журналистерімізбен ақылдасып, біз Теміртаудың аумағында қазақ тілде ақпарат тарататын сайтты, қазақша Instagram парақшаларын және газеттердің басын біріктіріп, сіздер қолдау білдірсеңіздер, бір жоба дайындап береміз. Қазір рұқсат болса өзіңізге табыстауымыз керек. Рахмет. Былай Теміртау бойынша мен енді өзінің орны бар қала ғой. Сіз айтып отырған мәселелерді мен білемін. Қандастар мәселесі, социализация деген сияқты сұрақтар.
Сондықтан біз арнайы Теміртауға келіп, өздеріңізбен жеке кездесіп, қаланың әкімі бар, белсенді, іскер, мықты азамат, мемлекетшіл азамат. Сондықтан Ораз Қайсауылмен өздеріңізбен бірге жеке кездесейік. Қоғамдық кеңестеріңіз бар, депутаттарыңыз бар, белсенді азаматтар. Жақсы ма? Сол жерде осы мәселелерді егжей-тегжейлі талқылайық. Оның ішінде ақпарат мәселесі де, басқа да сұрақтар. Аурухана сұрағы, жер мәселесі бойынша. Үлкен рахмет жалпы мәселе көтергеніңізге.